Assalamu alaikum dostlar, men Nöreке Karapı dostlar, men bugün Donat қалай салады сол туралы видео түсіріп отырмын. Видео бастамастан бұрын ана тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, және де біз видеомызды бастасақ. Так, достар, мен кіреміз, ең алдымен Donat дегенге кіреміз, және де осы жерге өздеріңіздің никтарыңызды және де Gmail сосын рубль, минимальный сумма 10 рубль болады. Кіреміз да және де өзіміздің серверімізді таңдаймыз. Біреу білсе біреу білмейді. Donat салды, сол үшін түсіріп отырмын. Дәл осылай сайт ашылатын болады. Так, мына жерде Visa және де киви кошелек, мастер карточка, короче, солай. Visa дегеніміз бұл Каспий Голд арқылы салынатын карточка болып табылады. Каспий Голд карточкасының жанында Visa деп тұрады. Осы жерге және де 16 сандық заттарын жазып, және де айын, жылын, астындағы сосын нені жазсаңыздар болғаны. Так, киви кошелек жайлы көрсете кетемін қазір. Дәл осы жерге телефон нөмірлерін жазасыздар. Одан алдын сіздердің киви кошелектеріңізде идентификация жасалған болу керек. Ол российский рубль деп есептелінеді. Осы жерге өзіңіздің нөміріңізді жазасыз. Және осылай басып, өздеріңіздің парольдарыңызды жазасыздар. Бұрын виртуальный карта анау-мынау сұрар еді, қазір олай емес. Тек дәл осы жерде қазір сіздердің киви кошелектеріңізге заявка барады. Осы жерге өздеріңіздің киви кошелек парольдарыңызды жазасыздар, және де забил пароль істесеңіздер де болады. Дәл осы жерден өзіңіздің нөмірін жазып, және де Алматы дегеннен сізге Алматы дегеннен звонок келеді, сол жерде сізге кодты айтады. Дәл солай забили пароль етіп қайтадан бастан етулеріңізге болады, жаңа пароль орнатып. Так, мен болды, барлығым вроде өзім білетіндерім көрсеттім. Visa және де киви кошелек. Осы екеуін достар, құры отырғанша арна тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де мен ойынға кірген, сосын бастайтын боламын. Так, ойынға кірдім. Мен үйімді сатып өткенде казиноға барып қадалған болатынмын. Дәл осы скин, короче, өткенде оны көрдіңіздер. Мен Арзамас OPG-дамын. Дәл осылай мата салып деген секілді барлығын істеп жүрмін. Арзамас OPG және де мен өз базадан әлі киінбегем. Кона вч дейма, короче, вшыға барамыз деп отыр. Бірақ админдар вроде көптеу. Мен киімді кие салу керек негізі. Вчыға барайық деп отыр. Не десем болады так. Дейікті. Так, админ бар ғой, бірақ админдарға айтып көрейік, админ не істейді. Мен телефон зареті өліп отыр, короче, сол қарамастан видео түсіріп отырмын. Бір тиме кетті ғой, телефонда 9%-бен жоқ қой, мен киімді кие салайын. Және де, достар, құра тұрғанша арна тіркеліп лайк басып кетіңіздер, әріде арада видео шықпай кетті. Сол сабақ деген секілді қазір уже 11-ге дейін барып, уже университетке кетем деп жатырмын. Университетке кетем деп жатырмын, соған уже дайындық болып жатыр. Сол үшін көп видео түсіре алмай жүрмін. Так, достар, арнамда 600 подписчикке жеткен екен, ол үшін сіздерге өте үлкен рахметімді айтатын боламын. Әрине уже цел орындалып жатыр. Мен басында бұл Black Russia'ны қанша бір подписчикті түсірген болатынмын, 200-300 подписчиктен бастап уже мен түсірген болатынмын. Уже мен Black Russia көретіндер көп екен десем де болады. Мынау менің семьям. Уже ешкім жоқ, семьяны сатайын деп жатырмын. Бір баламен уже келісіп қойған болатынмын. Ескали деген баламен уже 3 миллионға алам деді. Автопарк алып қалам. Тек патронмен семьяның өзін передать ететін боламын. Яғни сол семьяны сатып қайтадан уже бизнеске жол бастайтын боламын. Бизнес ашып деген секілді, хотя бы ларектан бастасам да олай дамып кете береміз. Так, сол үшін мына жерде уже телефон вообще не то отыр, видео түсірген соң үсті қалады. Әрине Black Russia'ға көп кірмей жүрмін осы сабақтың несінен.
ара-арада кіріп тұрам, енді ол өзімізге байланысты достар. Видео осымен соңына жақындап келе жатыр. Видеоны көргендеріңізге үлкен рахмет. Тұра тұрғанша тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болғаны. Достар, осымен видео соңына жетті.